Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен Django'дан модельдермен қалай жұмыс жасау керек екенін үйренеміз. Біз алдыңғы сабақта сіздермен фронтендпен және де URL-мен аздап жұмыс жасадық. То есть біз сіздерге URL құрастырдық, новый пост және пост ID бойынша, қандай да бір ID бойынша. Осы маршруттарға өткен кезде бізде hello world және де post number деген респонс жауап қайтарылады. Қазір мен главный страницаға өтетін болсам, менде ошибка береді, себебі онде главный страницада маршрут жоқ, ондай пустой слэш деген маршрут жоқ. Менде слэш админ бар, слэш пост бар и слэш пост слэш какое-то число, осындай 3 түрлі маршрут бар. Енді былай жазайық, пост деп ол кезде hello world өттік. Енді 14 десе 14 өттік. Енді біз бүгін сіздермен не істейміз? То есть получается главный страницаға өтетін болсақ, бізде мынандай ошибка болмау керек. Бізде главный страницада бүкіл посттарымыздың список ретінде, карта ретінде ма, бір список ретінде ма көрсететін боламыз. Барлық біздің посттарымыз. Ал оны орындау үшін бізге алдымен база қажет. Базадағы біздің посттарымыз болу керек, базаға жазып қойған, сақтап қойған. То есть главный страницаға өткен кезде мынаған бізде запрос базаға барады, базадағы запрос бүкіл біздің посттарды қайтарады. И ол запрос қайтарғаннан кейін біз оны фронтендқа жіберіп, фронтендтан оны клиентқа әдемі күйде көрсетеміз, сурет салатын боламыз. Жасаймыз. Енді модельден жұмыс жасаймыз. То есть бізде ядро бар, блок деген, біздің проекттің аты блок, сондықтан блок деген приложение, да. Бұл жерде бізде CHI, settings және де басқа. Постта ішінде models деген модуль бар. Models деген модуль. Бұл жерде бізде бүкіл модельдер құрастырылады. То есть тек қана бұл жерде бүкіл емес, енді тек қана осы постқа байланысты модель құрастырамыз. Егер басқа да приложение болатын болса, оның ішінде де өзінің моделі болады, оған бөлек өзінікі болады. Сондықтан әрқайсысында өзінің моделі болады. То есть модельді құрастыру үшін біз класс құрастырамыз. Себебі Django болсын, кез келген фреймворктар объектно ориентированный программированиені қолданатын болғандықтан, бұл жерде модельді құрастыру ол қандай да бір класты жасау керекпіз деген сөз. Класс, кілттік сөз класс, және де пост деген ат береміз. Енді егер біз осы классты осылай қалдыратын болсақ, бұл кәдімгі қарапайым класс болып қалады. Ал бізге ол қарапайым класс емес, бізге ол модель болу керек, models. Ол models бізге базаға таблицаны құрастыруға, таблицаның ішіндегі даныларды өзгертуге, жоюға, басқа да бірдеңелер амалдар жасау үшін, обновить ету үшін көмектеседі. Енді осы класстың бүкіл функционалын біздің осы постқа алу үшін біз наследование жасау керекпіз. То есть models.model дейміз. Бұл кезде біз осы models пакетінен models классын наследовать еттік. И және де біздің осы пост классымыз уже біздің модель болып тұр қазір, данный момент. Енді біздің посттың ішінде не болады? Постта title болу қажет бірінші. И title'дың, егер сіздер база данлықпен жұмыс жасасаңыздар, онда білу керексіздер, ол каждый базадағы таблицадағы полялардың өздерінің типтары бар. Char field, то есть varchar деген тип бар, text деген бар, datetime бар, boolean, integer, boolean, tiny int и так далее. Олар көп. И соларды көрсету үшін біз мына жерге осы атын жазамыз, title деп. Models пакетінен char fieldті шақырамыз. Title ол бізде varchar болу керек, То есть бұл жерде менде тек қана строка болады. Сол үшін мен varchar'ды қолдандым. Varchar ол база данлықтағы, то есть char ол база данлықтағы varchar тип. Енді бұл осы varchar fieldті қолданнан кейін біз міндетті түрде lines длинаны көрсетіп айту керекпіз. Себебі
базадағы элементтердің то есть поля varchar болғандықтан оның длинасын ұзын көрсету керек символдар санынан міндетті түрде. Символ қате болады. Келесі verbose name. Ал біздегі осы поля title да базаға енгізген кезде қалай оқылатынын көрсету керекпіз. То есть түсінікті тілде де title деген түсініксіз ғой. Базадан ашып көретін болсақ, чтобы бізге түсінікті болу үшін осы verbose name'ді қолданамыз. Оның атын мен былай жазам, название поста. Пост аты. Және де менде description болады. Description деген ол мендегі осы пост. Мысалға посттың аты тематикасы да, мысалға PHP дейік. И оның описаниясы description, осы PHP-ға байланысты бір статья болады. Сол осы description болады менде. Models.text field. Text field char field сияқты, бірақ char fieldта егер 255 символдар ғана қолданылатын болса, өзін көрсетеміз да, қанша болатын, максимум 255 да. Text fieldта олда шексіз. Бізде description ішінде, шексіз дегенде шегі бар, конечно, бірақ точно қанша екен білмеймін. Description, мысалға, title, мысалға, PHP тілінде бағдарламалау болатын болса, ал descriptionда бір көп деген бір 5-6 абзацпен жазылған көп материал бар дейік. Сол үшін біз text fieldті қолданамыз, себебі олдағы символдар саны 255-тен көп. Және де бұл жерге айтатын сөз, ол verbose name. И оның аты болады описание поста. То есть біздің постның описаниясы да. Және де осы пост қолданғаннан кейін бізге осы постты кім пост етті, кім оның авторын білу керекпіз. Сол үшін біз осындай жаңа бір не жазамыз, поля автор деген. И ол бізде болады models. То есть получается қалай болады ол? Посттың авторы болу керек. Ал авторды біз оны user model-дан алу керекпіз. User model-дан. То есть user model деген Django-да өзінің системный модульдары бар. Пакетте ұшып келетін, скачать еткен кезде орнатылатын. Сол пакеттің ішінде user model бар. User model ол біздің бүкіл қолданушыларды, пользовательдарды сақтайды соның ішінде. Енді, получается, бұл пост деген жеке таблица, болады. Класс модуль болған кейін ол жеке таблица деп қарастырамыз. Ал user model болғаннан кейін ол жеке таблица. И және де осы екі таблицаны бір-бірімен байланыстыру керекпіз, байланысын көрсету керекпіз. Сол үшін база данықтарда осындай егер таблицалар бір-бірімен байланысатын болса, оларды реляционный база данных деп атайды. Ол қалай болады? То есть бір таблицадан екінші таблицаға қандай отношениеда қарым-қатынаста байланысатын көрсету керекпіз. Ондай отношениялардың бірнеше түрі бар. One to one, то есть бірге бір, один к одному. Many to many, многие к многим, то есть көп-көпке. И және де один ко многим, либо же many to one. Вот, получается, егер бізде посттың авторы, да, то есть бір пост, то есть авторға, мысалға, мен бір пользовательға бірнеше пост жасай алады, ол шексіз ғой. То есть бүгін біреу жасады, ертең екеу жасау мүмкін, арғы күні 10 жасау мүмкін деген сияқты пост, то есть новости, да, пост енгізе алады. Сондықтан ол юзерда біреу пост ол көп. Сондықтан біз айтамыз, что отношение осы екі таблицаның арасында one to many болады деп. Сондықтан осы отношениені көрсету үшін мен посттан жазам foreign key деген бар. Foreign key деген ол many to one деген отношениені білдіреді. То есть көптен бірге. Егер біз user таблицасынан постқа қарайтын болсақ, онда юзердан қарайтын болсаңыздар, один юзер и много постов, один ко многим, то есть one to many болады. Ал егер біз өзіміз пост таблицасын құрастырып отқандықтан, сондықтан біз наоборот посттан к пользовательға қарау керекпіз. Ол кезде пост деген бірнеше пост бір ғана пользовательға байланысты ғой, то есть бір ғана оның авторы бір адам ғой. И сондықтан many to one болады. И foreign key осы many to one-ды жасауға арналған класс десем болады. Ол міндетті түрде бірінші қандай таблицамен байланысатынын көрсету керекпіз.
То есть ол модельдің аты. Ол бізде user болады. Ал данный момент ол маған қателікті беріп тұр. Дұрыс, себебі менде осы user модельді импортировать еткен жоқпын. Енді осы user модульді импортировать ету үшін біз Django-дан сұрау керекпіз. From Django .house, то есть country, потом только house, потом осыдан import get user model. То есть user класс, user моделін импортировать ету алу үшін бізде алудың екі жолы бар. Біріншісі ол get user model, то есть Django country house деген осы пакеттан дейін, get user model деген методты импортировать еттік. Бұл метод маған userді алуға көмектеседі. То есть user тең get user model осы функцияның атқарған результаты ол маған model user болады. Model класс. User model болады. Вот, осыны көрсеттім. Енді және де бізге тағы не керек? Қай уақытта оны жасады да? Қай уақытта ол постты құрастырды? Created, add. Ол үшін мен models'ты көрсетем. Енді created add қашан ол пост жасағанын көрсету үшін бүгін мысалға октябрьдің 8-і сағат 3-тен 28-ге дедік да. Ол осы данныйды базаға сақтау үшін бізде бірнеше тип бар, то есть екі тип қана бар. Біріншісі ол date time field және де date field. Date time field пен date'тің айырмашылығы, date time дегенде time деген кілттік сөз тұр да. То есть күн және де уақытты көрсетеді, 3-тен 28-ге дегенде. Date field'та тек қана 8 октябрь екен күнін көрсететін болады. Ал маған date time field'ты қолданам. И бұл жерге verbose name'ді тоже берейік. Verbose name деген ол базадан кірген кезде оқылатын түрі. То есть описание істесек болады. Осы created add полялардың описаниялары ғой. Бұның аты мен айтам дата создание. Және де бұл datetime field бірнеше аргументтерді қабылдайды. Оның біреу verbose name көрсеткен, және де name, және де auto now add и дополнительно басқа настройкалар. Основной осы auto now мен auto now add. Auto now деген ол автоматически өзі қосылатын уақытты. Auto now add ол сразу екеуі почти бірдей, бірақ мен auto now add'ті қолданғанды дұрыс деп санаймын. Және де бұл жерге біз бүгінгі уақытты алып жазу отыру керекпіз. Бүгінгі уақытты алып жазу үшін біз Django-дан сұраймыз, чтобы from Django утилиты бар. Утилиты import. Осы утилиталардың ішіне көптеген методтар бар. Соның біреуі ол time zone. Time zone ол бізге осы бүгінгі күнді алуға көмектеседі. Time zone.now. То есть бүгінгі күн time zone, осы біздің орналасқан елдің time зонасы бойынша уақытын қайтарады. И now деген дәл осы уақытты береді. Так, келесі тағы да айта кетерлік нәрсе. Так, title description of the created add. Енді біз осы класты жасап болғаннан кейін біз оны базаға сақтау керекпіз, да? То есть бұл менде просто қазір класс қой, ол базада сақталмаған, бізде база пустой пока что. Ал енді осы базадағы осы біздің модельдер, таблицаларымыз пайда болу үшін біз миграция жасау керекпіз. То есть модель деген так, мықты қате жазыппыз. Модель деген, ол бізде базадағы таблица. Осы модель арқылы біз базаға қандай да бір заттар енгізе аламыз. Қандай да бір новый ақпараттар енгізе аламыз, оны удалить ете аламыз, өзгерте аламыз. Ал миграция деген, ол осы
посттағы данныйларды қазір осы біз класс жасадық қой, осылар база данлықта пайда болу үшін жасалатын скрипт десе болады. Қазір қарасаңыздар, бізде осы посттың ішінде migrations деген папка бар, бірақ ол пустой. Ол қазір біз миграция жасаған кезде ішінде файл пайда болады, и және де осы біздің жазған класстарымыздың барлығы жазылып тұрады соның ішінде. Және де менде қазір мына жерде пайда болып тұрған қате тұр, missing one argument, positional argument on delete дейді. То есть, мен несінен шығып кетіпті, foreign key'да айтқан кезде, foreign key many to one отношение болғандықтан, біз таблицаны көрсетеміз, қай таблицамен байланысу керек екеніне, және де одан кейін міндетті аргументті көрсету керек, біз on delete. То есть, on delete деген, егер бізде мысалға пользователь, бірінші пользователь, это админ дейік, ол пост жасады бірнеше, бір 10 пост жасады, кейін біз ол админді удаль деп тастадық. Сол кезде не болады? Соны көрсету керек, біз on delete дегенде айтып кетеміз. И on delete бізде төрт не бар, описаниясы бар, опция десек болады. Оның біреуі ол protected. То есть models.protected. Models.protected деген ол бізге пользовательді удалить етуге мүмкіндік бермейді. То есть, егер оны удалить ете аламыз, тек қана егер ода пост болмаса. Protected защищен. Одан кейінгі бар do nothing. То есть, do nothing деген ол ешнәрсе жасамайды. Удалить еткенде ешнәрсе жасалмайды. Келесі и do nothing set null деген бар. Set null деген, егер біз осы пользовательді удалить ететін болсақ, авторға автоматты түрде null қойып тастайды өзі. Бірақ біз ондай нәрсені жасамаймыз. Келесі біздің қолданатынымыз ол каскад. То есть айтамыз, егер біздегі модель пользователь удалить етілетін болса, онда біздің посттан, постымыздың барлығын тоже удалить етіп тастаймыз. Потому что оның авторы жоқ қой. Егер біз оны фронтендта автордың, осы посттың авторын көрсететін болсақ, комментария, бірдеңелер көрсететін болсақ, бізде қате болып қалады, автор жоқ болса. Сондықтан біз айтамыз, егер автор удалить ететін болсақ, постты да удалить етіп тастасын, себебі бізге авторсыз посттар қажеті жоқ, да? Вот, енді мен оны сохранить еттім. Менде барлығы жасап тұр, Енді біз миграцияны жасайық. То есть, нені өшіремін. Қалай даты? Терминалды. Серверді. Енді айтам Python manage, Python компиляторы manage деген файл бізге командамен жұмыс жасауға көмектесетін. Make migrations. То есть make создать миграции. Make migrations ол менде қазір бүкіл миграцияларды құрастырады. То есть осы модульдардың, models'тардың іштерден жүріп, осы бар ма класс деп бізде қарап шығады, бар болса оны құрастырады. Вот, қараңыздар, енді мынау айтып отыр жоқ. Бізде пост деген моделька біздің пост приложениеден новый модель тауып алдым дейді. Новый класс таптым дейді пост деген. И және де оған ол осындай пост migrations деген папканың ішінде мынандай миграция құрастырдым дейді осы классқа. Енді мына классты ашатын болсақ, файлды, то есть 0001 init деген файл пайда болды. Бұл біздің осы мына класстан, models'ын пайда болған файл. Бұның ішінде жазылып тұрған нәрсе migrations create, біздің посттың модельдің аты post, и олда қандай полилар болады базада. То есть ID, autofield, біз оны мына жерде көрсеткен жоқ, себебі ол автоматты түрде қосады. То есть кез келген таблицада осындай ID поля болу керек, ол автоинкремент, primary key болады. То есть PK ключ, title осы біздің бағана көрсеткеніміз, description, кандидат и автор барлығын осыны көрсетті. Енді қазір біз миграцияны жасадық, бірақ олар әлі бізде базада пайда болған жоқ. Себебі біз тек қана мынау біздің жазылған классты миграцияға ауыстырдық, компилировать еттік файлға. Енді біз осы миграцияны жасау үшін айту керек біз migrate. И ол кетті мынау барлықтары applying. Біз по идее осының бәрін жазған жоқпыз, Бұл осы системный Django'да болғандықтан, ол өзі автоматты түрде олардың барлығын орнатып берді бізге. Олар, мысалға, блокта, settings'та
installed app'тың ішінде на каждый модульдардың ішінде өздерінің миграциялары бар. Солардың барлықтарын алып ішінен орнатты. И осылай пайда болды. И және де біздіңкі мынау пост. То есть мынау бір пост деген ол біздің жасағанымыз. Енді осы біздің базада біздің постымыз пайда болды. Ал так как біз SQLite қолданғаннан кейін біз оны ашып көре алмаймыз. Ну, или же плагин бар, болу керек. SQL SQLite. Так. Қайсы екенін білмеймін, бірақ барлығын скачать ете салайын. Плагиндарды осы SQL-ды қазір ашуға көмектеседі. Ну, көмектесу керек. Ал пока бұл скачиваться ете берсін, біз оған дейін егер сіздерде бұндай возможность болмаса, басқа да бір текстовый редакторда жұмыс жасаған болсаңыздар, плагин орнатамайтын болсаңыздар, бізге результатты тексеру керек, біз оған қалайда. Ал оны тексеру үшін бізде admin деген файл бар. Admin деген модуль бар. Модель бөлік, модуль бөлік. Вот, модуль admin деген бар. Бұл модуль бізге Django-да өзін, так, Python manage run сервер. Серверді запускать етейік. Ошибка жоқ. Енді Django-да пакетте өзінде не келеді? Admin сайт келеді, admin. Соны ашатын болсақ, мәне admin деді. И осы жерде біз өттік осы admin страницаға. Енді бізге осы admin сайттан, біздің жасаған осы моделькамыз пайда болу үшін, то есть ол моделька пайда болады, егер біздің модель в базе данныхта сақталса. Вот. Сондықтан біз осы админға көрсету керекпіз, чтобы ол базадан алу үшін. Енді айтамыз оған admin.site.register. Так. Не вот на жерге. Екі рет жазып жерді болмай. И осы жерге айтамыз, что біз пост деген модельканы жазады. То есть енді біз оны импортировать ету керекпіз. From models import post. То есть сіздер жазуды білу керексіздер. Post деген пакеттен models деген модульді импортировать еттік. Оның ішінен біз post деген классты алдық. И және де осы post деген класста біз регистр, ну класс емес, ну класс қой, бірақ ол модель, да, модуль. Оны біз регистрировать еттік. Енді біз мына жерден авторизация ететін болсақ, біз пользовательді құрастырған жоқпыз, да, әлі? Да, пользовательді құрастырайық. Админ суперюзерді құрастыру керек біз. Ол үшін Python manage run create super user теру керекпіз. Username жазып таңдаймыз. Admin болады. Email admin@gmail.com. То есть emailді жазсаңыздар болады, жазбасаңыздар да болады. Паспорт 1 2 3 4. Yes дейміз мына жерде. Ну, айтады паспорттың командасы оңай дейді. Пароліміз. Жарайды, бізге бәрібір. Біз тест жасап отырмыз, сондықтан бізге болады. Страницаны обновить етемін. Мен уже сразу админ сайтқа өтіп кеттім, себебі мен алдында регистрацияны жазған едім, да? Мәне, админ. Так, 1 2 3 4. Пароль тердік. Мәне админ панельге пайда болды. Егер мына жерді қарасаңыздар, мына жерді көрсеңіздер, пост деп тұр, да? Пост пайда болды, себебі біз мына жерге қойдық оны. Егер алып тастайтын болсам, ол жоқ болады. Жоқ болды. Ал егер мен оны қойсам, егер пайда болады, себебі бұл бізде базада сақтап қойды уже. Мынау SQLite тұр ғой, осының ішінде бар. Менде же плагин алып қойдым. Ну-ка, Open Database дейік. Қалай ашады екен? Так, ну что-то жасамай тұр. Жарайды. Вот, осы админ панельден көре аламыз, осы аяқ тексере береміз. Вот, постқа пайда болды базада, сондықтан біз оны аша аламыз. Егер мен оны бассам, уже міне постқа кірдік. То есть осы пост біздің. Пока что бізде пост пустой, себебі біз әлі ешқандай пост құрастырған жоқпыз. Кнопка add деген басамын.
И менде осы бағанағы біздің берген название пост. Көрдіңіздер ма? Название пост ол біздің verbose name. То есть модельдағы verbose name название поста ол біздің тайтлымыз. Ол осыны көрсетті. Описание поста дейді. Ол біздегі мынау description. Автор дейді. Мына тұр ол біздің автор. Verbose name бермейді бізге, да? Ну, жарайды. Автор деп тұр. Вот. Created ad деген жоқ, себебі бізде ол жерге auto-no ad-ға time zone no бердік. Өзі автоматты түрде қойып тұратын болады. Ал давайте бүгін қазір бір екеуін құрастырып тастайық. Django так, автор медиа өзі автоматты түрде алады, ол админ. Біздің бұл қазір құрастырған админ пользователь біреу, сондықтан біреуін таңдайды. Сейвді басам. И вот ол бізде пайда болды. Post object 1 деген ол біздің бағанағы постымыз мынау. Окей, давайте тағы да біреуін құрастыра салайық. Laravel деген тағы да фреймворк бар, ол PHP-ға веб-сайттарды қолданылған. Өте жақсы құрастырған Django сияқты маған егер сіздер деген ұнасаңыздар, соны оқысаңыздар болады. Вот, енді бізде object 2, object 1 дейді. Бізге мына жерде бізге түсініксіз ғой. Қандай пост екенін білмейміз ғой. Атын көре алмаймыз. Ал егер атын көргіміз келсе, ол үшін біз осы modelдан, класс посттан бір метод құрастыру керекпіз. Функция болғандықтан метод деп сөйлейміз, да? Класс болғандықтан метод дейді. Def str self. То есть str деген, егер Python оқысаңыздар, ол магический метод, ол классты распечатать еткен кездегі қосылатын метод. Бұл жерде біз не істейміз? Просто строканы распечатать етеміз. Post қос нүкте. Және де бізге self title береміз. То есть біз айтып отырық, егер бізде постты мына жерде распечатать етіп отыр ол объектті. Базадағы каждый элемент ол объект болып танылады. Вот сол объектті распечатать етіп отқандықтан ол осындай объект деп тұр. Ал айтамыз, егер осылай распечатать ететін болса, онда пост қос нүкте и оның атын көрсетейік. Қана апдейт ететін болсақ, біз қазір мына жерде post Laravel, post Django дедік. Себебі біз тайтлға Django-ны бердік. Осы тайтлды жазып қойғаннан кейін ол соны алып мына жаққа қойып береді бізге. Вот, posts. Осы біздің посттарымыз дайын тұр. Вот. Так, сабағымыз ұзақ болып кетті. Келесі сабаққа жолыққанша келесісіне біз жалғастырамыз.